Арнама қош келдіңіз. Бүгін сіздермен тауық еті мен картоп қосылған бәліштің рецебімен бөлісетін боламын. Тауық етін орташа көлемде 4 бұрышты етіп тураймыз. Картопты мүмкіндігінше ұсақ етіп тураңыз. Картоп пеште ұзақ пісетіндіктен ірі етіп турасаңыз, қатты болып қалуы мүмкін. Пиязды да ұсақтап тураймыз. Тұз, қара бұрыш, паприка және өзіңіз қалаған дәмдеуіштерді қосамыз. Мен орегано және өзім кептірген укроппен аз көк қостым. Орегононы көп қосудың қажеті жоқ, қасықтың ұшымен ғана қоссаңыз жеткілікті. Салмамыз құрғақ болып қалмау үшін 2 ас қасық өсімдік майын қостым. Енді жақсылап араластырамыз. Енді қамырды дайындаймыз. Менде қатырылған қатпарлы қамыр, алдын ала мұздатқыштан шығарып жібітіп алдым. Қамырдың 3/1 бөлігін бетін жабуға бөліп алдым. Жұқалап жаямыз. Қамырдың қалыңдығы жарты сантиметрден аспауы керек. Бетіне салатын қамырды да дәл солай жайып дайындап аламыз. Дайындап алған формаға салманы саламыз. Бетін қамырмен жауып, шетін өріп шығамыз. Қамыр көтеріліп кетпесі үшін пышақпен осылай кесіп қоямыз. Бетіне жұмыртқа жағып, күнжіт сеуіп, 170 градуста қызып тұрған пеште 50-55 минут пісіреміз. Пешіңіздің ерекшелігін ескеруді ұмытпаңыз. Кей пештер жылдам пісіреді, кейбіреуі ұзағырақ пісіреді. Сол үшін таймерді 40 минутқа қойып тексеріп отыруды ұсынамын. Астарыңыз дәмді болсын.